сәлеметсіздер ме? Мен Жаменкенова Айнұр Зинуллақызы, Нұрсұлтан қаласы Абай Құнанбайұлы атындағы нөмір 87-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» әңгімесі. Оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образдашу. Әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу. Сабақ барысында оқушылар көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашады. Әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табады. Балалар, сабақты бастамас бұрын әдебиет терминдерін еске түсірейік. Образ, көркем образ, шындықты танып білуде әдебиет пен өнерге тән ерекше эстетикалық категория. Образдың мақсаты кез келген қарапайым құбылысқа немесе затқа жан бітіріп сөйлеу. Портрет, әдеби кейіпкердің сырт көрінісін, кескін кейпін, бой тұлғасын суреттеу. Яғни, суреттеліп отырған тұлғаның сыртқы пішінін сөзбен суреттеп беруді портрет дейміз. Салыстыра суреттеу дегеніміз ұқсату арқылы адамның ішкі және сыртқы әрекеттерін байланыстыруға мүмкіндік беретіндіктен заттар мен құбылыстарды салыстыра суреттеу. Қарама-қарсы суреттеу дегеніміз антонимдес суреттеулер. Балалар, «Нағыз әже қайда» шығармасында салыстыра суреттеуге болатын кейіпкерлер Райхан мен Ая, Азаттың әжесі мен Жолдастың анасы. Қарама-қарсы суреттеуге шығарманың басындағы және соңындағы қыздардың көңіл күйін, ойын жатқызуға болады. Бірінші тапсырма. Көркем шығармадағы іс-әрекет арқылы кейіпкерлерді анықтап образын ашыңыз. Дескриптор кейіпкердің іс-әрекетін табады, кейіпкердің іс-әрекет арқылы образын ашады. Енді мына әңгіме кейіпкерлерімен сәйкестендірейік. Жағдай мынадай, жолдастар. Біздің бабушка бата қайыру дегенді білмейді. Дұрыс, бұл Жолдастың сөзі болатын. Әже, осы сіз шын әжесіз бе? Дұрыс, балалар, бұл Райханның сөзі. Папа, сен бізге бәрібір нағыз әжені көрсетесің ғой? Бұл, яғни Аяның сөзі. Азат, әлгі Жолдастың ажары оқуға түсіпті. Конкурстан алдыңғылардың бірі болып өткен көрінеді. Бұл Балғыздың сөзі болатын. Келіңдер, ертек айтып берейін. Бұл Азаттың сөзі, дұрыс айтасыңдар. Біздің бабушка сендерге немене ойыншық пе еді? Жоқ. Бұл бізде Ажардың анасының сөзі болатын. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, «Нағыз әже қайда» шығармасындағы әже портретіне назар аударайық. Нағыз әже қандай болу керек? Өзі мейірімді де, ақылды адам. Ешкімге ешқашан ұрыспайды. Ұрса қалса, орнымен, теріс қылғанға өзің ұялатындай етіп ұрсады. Үні де, қолы да, көзқарасы да жұмсақ. Бәрімен «қарағым, айналайын» деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария деп суреттейді. Балалар, енді бейнетаспаға көңіл бөлейік. Асыл әжем, ғасыр әжем, аңсаған сағынышым сары ормандай самсаған, әке болып жүргенімде ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Құлындай
қозыңдаймын ойнақтаған албардай, өзің бардай қысылмаймын күлуге. Осы бейнетаспадағы әжелер біздің шығармадағы әжелерге ұқсай ма? Дұрыс. Бірінші бейнетаспадағы әже Азаттың әжесіне, ал екінші бейнетаспадағы әже қонақтағы әжеге ұқсайды. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Екі әжені салыстырамыз. Дескрипторы әжелердің ерекшеліктерін анықтайды. Яғни бірінші бағанда Азаттың әжесі, екінші бағанға қонақтағы әже. Орамал тағады. Заманауи, көпті көрген. Иман жүзі. Ұршық иіреді. Кимешек киеді. Камзол киеді. Көгілдір жемпір киеді. Ертегі айтпайды. Балалар, қазір білімімізді жинақтау үшін тест тапсырмасын орындаймыз. Ол үшін мына сілтемеге кіреміз, мына сандарды тереміз. 17, 89, 598 тіркелеміз. Сұрақты мұқият тыңдаймыз. Нағыз әже қайда шығармасының кейіпкерлерін көрсетіңіз. 4 түрлі түс берілген: қызыл, сары, көк, жасыл. Соның бірін таңдаймыз. Ойланайық. Уақыт аяқталды. Жақсы, Назерке. Дұрыс белгіледі, Назерке, жарайсың. Келесі сұрақ. Азат нағыз әжені көрсету үшін қыздарын қайда апарды? Дұрыс жауап. Досының үйіне апарыпты. Жарайсың, Назерке. Дұрыс жауап бердің. Келесі сұрақ. Әже болсаңыз, онда бізге ертегі айтып беріңізші деп өтінген кім? Ойланайық. Дұрыс жауабы ай. Жарайсың, Назерке, дұрыс жауап бердің. Келесі сұрақ. Келіңдер, ертегі айтып берейін деген кімнің сөзі? Уақыт кетті, ойланайық. Уақыт аяқталды. Дұрыс, Назерке, дұрыс жауап бердің. Жарайсың. Келесі сұрақ. Азаттың қыздарына айтатын ертегілері. Уақыт аяқталды. Дұрыс, Назерке, тағы да дұрыс жауап бердің. Жарайсың. Келесі сұрақ. Әсия сәл кідіре тұр. Апамыз ас қайырсын алдымен. Кімнің сөзі?
Уақыт аяқталды. Дұрыс, Назерке тағы да дұрыс жауап бердің. Келесі соңғы сұрақ. Сөйлемді толықтырыңыз. Намаз оқымайтын кісіден бата сұраған сендер де қызықсыңдар. Уақыт аяқталды. Дұрыс, Назерке, 7 сұрақтың 7-уіне де дұрыс жауап бердің. Жарайсың. Балалар, біз бүгін Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» шығармасындағы кейіпкерлердің іс-әрекетіне, шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерге тоқталдық. Әже тәлім-тәрбиенің бастауы, үлгі-өнеге көрсететін асыл жандар, қазыналы бұлақтың қайнар көзі. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.